бір полярныйдан екінші полярға резко ауысып кетті да. Сондықтан біз қазір Қытай туралы оған өзге мемлекеттер керек емес, жері керек емес деп айтып жатырмыз ғой. Ол Си Цзиньпин кезінде керек емес болуы мүмкін. Бірақ одан кейінгі келетін председатель қандай шешім қабылдайды, ол да белгісіз. Сондықтан біз сақ болуымыз шарт. Бірақ қорқуымыз шарт емес, сақ болуымыз шарт. Дайын жүруіміз керек. 2019 жылы түстім. 2009 жылы түстім. 2019-дың 2019. Иә. Түскен кезде жалпы Хэбэй деген провинцияға барған едім. Ол жақта Циньхуандао деген қала. Өте танымал қала. Не үшін? Себебі ол туристический почти номер 1 болған. Себебі ол Пекинге өте жақын болғандықтан. И Желтое море дейді ғой. Соған прям жібек жолы басталған ғой сол жерден. Иә, дұрыс. Негізі Великая стена вот өзі сол жақтан басталған еді. Прям сен универдің кампусы, сен 8-ші этажда бізде не болатын? Иностранецтерден алған жер бар еді. Сол жақтан сыртқа қараған кезде, терезеден қарайсың, көл ғой. Андай реально киноларда болады ғой. Солай ғана ғой. Жалпы вот негізі Қытайлар жайлы айтқан кезде, ол жақта прям қатты қинайды деп айтсам болады. Не үшін олар прям андай военная подготовка деген прям тема дамыған да. Мысалы бізде там 30 рет отжимания деген там турник деген ол тяжко болса, оларға көрдің ғой, бізде ол жақта не ғой еще авария сухой да. Сен жүресің, жаурап тұрасың, олар далада шагать етіп жүреді. Физически слабы ма? Физически слабы болғанда оларды қатты қинайды ғой. Қандай, ойбай, Қытайлар бізден 10 есе көп, бірақ бір қазақ 10 Қытайды ұрып тастайды деген ондай жоқ қандай. Оны айта алмаймын негізі. Оларды просто мынандай нәрсе бар. Просто өзім көрген нәрсені айтып отырмын да. Мысалы, таңғы 6-та тұрасың, таңғы 6-та жүгіріп жүреді былай. Ха деп еще бір не айтады? Гимн ба бір нәрсе айтып жүреді? Мә дейсің ғой. Менің елім деп па. Осындайды көрген екен. Оларда мынандай бүкіл әлемдік тенденция бойынша айыптайтын нәрсесі бар Қытайдың. Қытайдың балаларында балалық жоқ деп айтады. Себебі оларда iPhone құрастырады. Жоқ, конкуренция өте жоғары жұмыс орнына оқуға түсуге. Сондықтан балаларын азаннан обедке дейін мектепте оқыса, обедтен кешке дейін сол репетиторлар жалдап университетке түсу үшін жаңа өздерінің емтихандары бар. Сол емтиханнан өту үшін соған ғана береді. Мысалы, Ханчжоу деген қаласында өзінің местный шенеуніктері жақында мынандай заң қабылдады да, енді балаларға үй тапсырмасы берілмесін деген заң қабылдады. Бұл жерде былай қарасаң, шенеуніктер өз халқын ойлап жатыр, өзінің елін ойлап жатыр деп, балаларын ойлап жатыр деген былай сыртқы көрініс ой пайда болуы мүмкін. Тек бір провинцияда, иә? Мысалы, қандай провинцияда? Ханчжоу қаласында, провинция емес. Ханчжоу қаласында, Қытайда мысалы үй тапсырмасы бола береді, Ханчжоу қаласында болмайды деген сияқты ма? Иә, ол Ханчжоу жеке қала не үшін айтылып жатыр, өйткені оларда 16 субпровинциальный деңгейдегі қалалар бар да. Олардың деңгейлері бөлек. Бізде мысалы республикалық маңызы бар 3 қала бар: Алматы, Астана, сосын Байқоңыр. Шымкентте. 4-еу онда. Байқоңыр қосатын болса Шымкент па? Иә, Шымкент енді қосылды. Онымен 4-еу болды да. Қалғандары тек қана облыс болды. Ал облыс орталықтары жаңағы облысқа қарайды да. Бізде осында 2, үшіншісі аудандық деңгей бар. Ал Қытайда ол 3 деңгейден өте көп та. Сол себептен Ханчжоу ол өзінің экономикасын өзі басқара алады және өзінің халқына өзі главный Қытайдың заңына қарсы шықпайтын заңдар шығара алады. Автономия сияқты ғой, иә? Полуавтономия. Россияда Татарстан сияқты ма? Иә, сондай сияқты. Енді сол жерде ата-аналар көтеріліс жасайды ғой Ханчжоу қаласында. Өйткені олардың балаларына үй тапсырмасы бермейтін болса, балалары босап қалады ғой, емтиханға дайындығы қалады да, олар елдің ең жаңағы беделді деген университеттер бар. Цинхуа университеті, Пекин университеті, Джаотун университеттері, соларға түсу шансы өте төмен болады дейді да. Сөйтіп, жаңа заңды жойдырды да, ата-аналар демонстрация жасап, и қайтадан үй тапсырмасын беретін болды. Осындай проблемалар бар. Ол жақта балалардың балалық шағы жоқ, себебі оқу керек, университетке түсу керек деген сияқты тема ғой. Андай национальный меньшинстволарда грант бесплатно беріледі деген сол шын ба? Мысалы, ұйғырлар неменеге сонша ренжиді, олар мысалы жүреді, рахаттанып өмір сүреді, кейін университетке спокойно түседі, Қытай болмаған үшін деген сияқты мен естідім да.
негізі сондай нәрсе бар. Ол кезінде Мао Цзедунның кезінде осы Қытайдың барлығын бір мемлекет қыламыз деп сырттағы Тибет, Моңғол, Манжур, Ұйғыр, тағы басқа оңтүстігінде өмір сүретін жуан деген халықтардың барлығын шенеуніктерін Қытайлармен алмастырған, интеллигенттерін қырған, сөйтіп біраз қырғынды шығарғаннан кейін председатель ауысып, орнына Дэн Сяопин келді. Дэн Сяопин келген кезде ол осы Мао Цзедунның жасаған террорының барлығын Мао Цзедунның өзін емес, 4 банда 4 деген бар, соларға жауып жіберіп, біз енді пересмотр жасаймыз, яғни басынан қарастырамыз да, бұл зиян берген халықтардан кешірім сұраймыз деп, сол кезде үлготаны берді. Қашан Мао Цзедун қай жылдары өмір сүрді? Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ғой, иә? Жоқ, екінші дүниежүзілік соғыс біткеннен кейін 49 жылы коммунистік мемлекет құрылды. 1949. Вот сол кезден бастап Мао Цзедун билігі жүрді. 1949 Қытайдың Коммунистік құрылған күні ғой, иә, негізі қазір, иә? КНР. КНР, Қытай Халық Республикасының құрылған жылы. 48 жыл қалай аталды мемлекет? Гоминдан үкіметі. Японияға Қытай тәуелді, мемлекеті болды. Жапонияға тәуелді, Қытай мемлекеті, иә? Жай Қытай мемлекеті. Жапонияға тәуелді болды ғой. Жоқ. Соғыс бітіп қойды ғой 45 жылы. Иә, соғысқа дейін, 45-ке дейін Жапонияның Жапониямен соғыс жағдайында болды. 39-да басталды ма Жапониямен соғыс? 33 жылы Манчжоу мемлекеті болды ғой, солтүстік шығысын басып алды ғой. Марионеточный республика Японияға қарайтын, иә? Иә, одан кейін Нанкинский резня деген болды. Шанхайда сол қай басып жыл алды. болды Нанкин? Қателеспесем 1943 жыл ма, 42 жыл ма сондай. Оларда бар ма 1949 жылдан бүгін тәуелсіздік күнінде ойлаймыз деген сияқты? Мен 2009-да барған кезде Как ровно 70 жыл болған. Иә. Бізді неге шақыратын? Бір парад болатын ғой Пекинде. Все оставляем. Нормально ма? Не, Али істеп жатыр, просто почти деген ғой. Шынайы Костюм екен ба? күшті Костюмна тиіп кеткен жоқ па, бірақ? 1949 жыл. 1949 жыл, сол тәуелсіздік күні деп соны тойлай ма біз сияқты, мысалы 30 жыл болды бізге деген сияқты? Негізі мен именно 2009-да оқыған кезде Қытайға 70 жыл болды деп жариялаған. И бізді неге шақыратын? Жалпы андай парад сияқты болды. Ченменде парад болып жатқан сол уақытта бізде не үлкен, неде. Ерланға ғана қарай ма, бір-бірін түсінетін сияқты. Мынау бәрі түсінбейді деп жүр. Үлкен экранға біз көрсетті сол парадты. И негізі андай иностранецтер бармайтын, қызықтырмайды да олар. Қытайлардың бәрі баратын. Маған қызық болды енді бірінші жыл Қытай қызық деп жүргенмін ғой. Время приключений деген сияқты. Барасың, көресің. Мен парадта таңғалған жоқпын. Мен ол жақта отырған адамдарға таңғалдым да. Олар мұғалімдеріміз ғой, көбінесе танитын. Отыр, көріп жатыр да и жылап жатыр. Мен түсінбейтін не үшін жылап жатыр. Парад қой үшін андай военный техниканы көрсетеді, там ана кім шығады, главный шығады. Көресің, олар жылап жатыр да. Иә. Көріп жатыр, сұрадым да, типа, что случилось деген сияқты. Не болды ағайын деген сияқты. Там Қытай май деп андай платок шығарып бүйтіп. Шын жүректен жылап жатыр да. Ешкім қинап жатқан жоқ та, прям жақсы көреді. Кезінде мен мамаларымда Брежнев қайтыс болғанда жылаған ғой. Иә, ол то есть даже былай қарағанда СССР не сияқты. По сути, коммунизм сияқты. Таза коммунизм оларда қалған ғой. Негізі. Бізде жылаймыз ғой. Пропаганда мықты болып тұрғанда, значит, да? По сути, иә. Левый ой жоқ та только. Коммунизм. Чисто бірге деген сияқты. Коммунизм сәл дұрыс емес деген сияқты. Вообще ой жоқ сияқты. Сол енді 1949 жылы құрылды ғой Қытай. 3000 жылдық тарихы бар. Қазіргі ең көне мемлекет деген сол. Қалай ол? Бұрынғы 49 жылға дейінгі территориясы осы болды ма негізі? Относительно осы болды ғой, иә? Жалпы Қытайдың тарихына келетін болсақ, қазіргі тарихынан бастап біз оны неме тыңдайықшы. Қазіргі біз білетін Қытай пайда болғанына көп болса 1-1,5 ғасыр болды. 1,5 ғасыр? Иә. Оған дейін ол жерде көптеген князьдықтар болды, көптеген патшалықтар, көптеген халықтар болды, халықтардың араласқан. Олар өздерін осыған дейін өздерін тек қана өздерінің Конфуций анандай бар ғой, түсініктері бар ғой, дін деп айтуға келмейді, ол философиясы. Дао деген ба? Иә. Сол философиясы бойынша сол өздері өмір сүріп жатқан Қытайды олар вселенная деп
есептеді да. Одан басқа жер жоқ деп есептеді. Бірінші апиын соғысында жеңіліс тапқан кезде манжурлар басқарып отырған еді ғой Цин империясын. Сол кезде манжурлардың патшалары қалай деп айтты, солай қабылдайтын. Ал оның патшасы біз ағылшындарды жеңдік деп айтқан тұғын бірінші соғыстан кейін. Сондықтан ол ағылшындардан соғысқандарын өздеріне позор деп санамады да, масқара көрмеді. Ол Қытай халқы. Қытай үшін ағылшындар инопланетяндар сияқты болды ма негізі? Мысалы сен тұрып жатсың, бәрі сап-сары, қасында бойы аласа адамдар. Оларды жабайы деп есептеді. Керісінше жабайы деп, олар мәдениеттен жұрдай деп есептеді да. Үлкен сыйламайды, не масқара деп. Енді осы өздерін осыған дейін срединное царство деп есептеді да, өздерін орталық мемлекет деген сияқты ше, жаңағы аспан астындағы мемлекет деген түсініктер содан оларды. Ол сол кезде моңғолдармен де жаңағыдай тибеттіктермен де немесе басқа мемлекеттермен шекаралас соғысқан кезде олардың барлығын жабайы деп есептеді ғой. Осы арийцы сияқты есептеуі өзі. Содан бұлар жапондардан да соққы көрген кезде өздерінің әртүрлі ұлттық интеллектуалдары келіп идея ұсына бастады, біз қайтсек біргеміз деп. Біреу айтты, біз эсперанто тілінде сөйлейік деді. Өйткені олардың ортақ тілі жоқтығын қытайлықтардың. Онда эсперанто тілі болмаса, онда біз басқа әлемдерден бөлініп, тек қана өзіміз ғана болайық деді. Ал біреулер жоқ, біз бұрын бұл бізге бір орталыққа бағынған мемлекет, ол манжурлерден келген құлдық сана деп есептеді олар. Одан да біз әр провинция өзіміздің патшамыз болсын, бұрын қандай өмір сүрсек, солай өмір сүрейік деп айтқандары болды. Сол кезде қателеспесем, Ляң Цичао деген бір интеллектуал өзі ұсынды. Біз тіпті өзімізден кіші болған жапондардан да ұтылдық. Біз енді өзімізді хан деген атқа біріктірейік деді. Осылай хан деген ұлт солай пайда болды. Қашан? 1890 жылдардың ортасына таман. 1890 жылдарға дейін сонда бөлініп, сонда провинция болып тұрды ма? Орыстардың князьдігі сияқты? Иә. Қазірге дейін сонда емес па? Қазір бір орталыққа бағынған, жалпы саяси жағынан бағынған мемлекет болғанымен, экономикалық жағынан бөлек-бөлек. Не ғой сол 1890 жылға дейін андай Англия деген сияқты, Жапония деген сияқтыларға тәуелді болып жүрді ма сонда? Жоқ, олар бөліп алды ғой. Мысалы, Ост-Индия, Ост-Китай деген сияқты компаниялар болған жоқ қой. Иә, басып алды. Сол сыртқы колониалистер болды, бірақ оларды варварлар деп есептеді ғой. Және олардан жеңілгенін масқара көрмеді, жаңағы инопланетяндар болып көрінгеннен кейінше. Оларға қатты ауыр тигені өздерінен кіші болып тұрғаны жапондардан ұтылғаны. Мысалы, біз Қазақстанда жүріп, бізді Россия жауласа ешнәрсе етпейді, Қырғызстан жауласа, зор болдық деп жүр, сондай сияқты ғой, примерді. Сөйтіп ұлттық санасы ояна бастады, олардың солай бірге бастады. Бірақ қазірдің өзінде біз оны монолитті бір Қытай ұлттан тұратын Қытай мемлекеті деп айта алмаймыз. Еуропа сияқты ма сонда Қытай? Мысалы, Еуропада да бөлім, Бельгия, Англия, Франция бәрі бірге жүреді ғой Евросоюз болып. Бірақ әртүрлі мемлекеттер. Тілде ұқсайды, бірақ әртүрлі мысалы. Дәл қазір айтты. Жоқ, сол кезіндегі князь кезде сондай. Еуропа сияқты шамалас деп айтсақ болады. Евросоюз сияқты. Сондай шашыраңқы болған. Қазір қандай тілде сөйлейді сонда Қытай? Қазір оларда нелер көп қой. Диалекттер көп. Бірақ қазір основной диалект қазір бәрі мандаринский, путунхуаға жер жатыр. Екеуін таптыңдар ғой бір-бірінде. Не үшін? Себебі қазір путунхуа білетін қанша? 449 миллион ғана. То есть, қанша? 1,5 миллиард па? 449 миллион ғана путунхуаны ғана біледі. Қалғандар ол басқа диалект. Жоқ, мектепте оқиды ғой бәрі. Енді жаңа қазір упрощенный китайский деген болады. Бәрі қазір жаңа Қытай несін беріп жатыр. Бұрынғы мысалы иероглифтарды олар уже жойып, оның орнына жеңіл форматын беріп жатыр. Мысалы, кішкентай бала, там, условно, 5-6 жастағы қыз, үлкен жастағы бір басқа провинцияны аты ашқан түсінбейді. Себебі екеуінің диалекттері әртүрлі да, бір-бірін түсіне алмайды. Бірақ бір 50 жылдан кейін бәрі бір болып кетеді ғой енді. Ұқсас па? Уақыт керек. Ұқсас па деген кезде, шын айтсам да. Қазақ пен өзбек тілі сияқты ма? Қиындау айту. Бір нәрсені однозначно айту қиын Қытайға қатысты. Өйткені Қытай қазір байып келе жатыр ғой. Байып келе жатқандықтан ол жерде именно әсіресе дамып байып жатқан мандариндіктер солтүстік Қытай емес. Керісінше оңтүстік. Гуандунда, Гуанчжоу, Шэньчжэнь қалалары, Шанхай орналасқан. Бәрі неге жақын? Оңтүстік Қытай картада қарасаң Австралия жақ қой, Японияға жақын. Оңтүстік Шығыс Азияға жақын. Бірақ ол Қытайда диалект деп айтады, бірақ Пекиннің сөйлеген сөзін Шанхай түсінбейді, Шанхайдың айтқан сөзін
гуанчжоулықтар түсінбейді. Диалект деп өздерін алдайды ғой. Өздерін алдайды. Иә, негізінде ол бөлек тіл. Қай университетте оқыдың? Цинхуандао деген. Қай жерде ол? Хубэй провинциясынан орналасқан. Айттым ғой жаңа. Хубэй деген иә. Қалай сен түстің? Хуавей. Хэбэй. Хэбэй. Қалай түстің сен? Вообще негізі сен 2019 жылы кім едің? Студент, мектеп? Лицейде оқыдым. КТЛ ма? Иә, КТЛ-да. КТЛ-ды бітірдім да сосын отырып мен Қытайға кеттім деген ой келмейтін шығар. В первую очередь Қытайға барғың келмейді ғой мысалы? Просто не андай логика болады ғой. 11 сыныпта уже январьда ұбт келе жатыр. Не істеймін деген ой болады ғой. Иә. ұбт. Егер ұбт керек па, керек емес па деген ой болады. Мен ойлаймын, шетелге мүмкіндік бар ма деген сияқты сұрақ. Ең оңай жолдар ол не болады? Чехия болады, Польша болады, Европа деп айтады. Ең оңай. Прям. Бірақ Европаға желание болмады негізі. Шын айтып, қазір де желание жоқ Европаға баруға. Қытайдан кейін. Азияға менде миын уландырып тастаған оны Қытайды. бірақ Азияға андай кішкене желание болды негізі. Экзотика сияқты болып. Иә, андай кішкене әртүрлі. Европада просто болған бауырларым бар еді, мен сұраймын, айтады бәрі бірдей дейді да. Қай қалаға барсаң бірдей дейді, просто адам тілдері ауысады болды. Андай несі инфраструктура, там архитектура относительно бірдей да. Қытай жаққа барсаң, сен Қытай жақтан уже Малайзия, Вьетнам, Таиланд деген нелерге бара аласың да. Ояқта әртүрлі да. И маған сол қызықтырды. Мен ойладым, қай жаққа түссем болады. Сингапур бар мысалы. Солардың бәрін қарап, Корея, Япония деген сияқты бәрін қарастырасың. И ең прям супер выгодный жер Қытай болды да. И еще Қытайда оқитын досым бар еді. Сол маған бәрін түсіндіріп бер. Жалпы мына жақ прям жалпы путешествияға кішкене көзін ашуына ең тема жетеді. Ақша жағына көп кетпейді деді, бәрін түсіндіріп бер. Мен болды Қытайға кетемін деген ой болды. Қорқыныш болған жоқ па? Маған жоқ, папам айтқан. Қорқыныш сияқты. Бізде үйде үш адам ғой, мен, қарындасым, інім де. Папаға айтқам, Қытайға кетейінші десем. Інім бар ғой. Кете бер дейді, інім бар ғой. Типа бағатын бала бар дейді да, сен бара бер дейді да. Сондай сияқты ойым болды. жоқ, былай сол Солтүстік Корея деп ойлап қалдым ғой Қытайда, иә. Мен Қытай туралы бізде в общем мынандай ғой, Қытайда иә коронавирус болды, студенттерді қайтып келеміз деген кезде ана комментарийлер бәрі ой студенттер қайтып келмесін, өздері кінәлі Қытайға кеткен, оларға кім Қытайға барсын деп еще бір айтады, бір Әри деген ұстаз айтты ғой сендер Қытайға барма деп дей ма бір нәрсе дейді да, бір андай бір имамды ма молданым айтып отырды, мынандай ұстаз айтты ғой сендер не оны тыңдамайсыңдар деп ше. Мен оны танымаймын, может шынымен бір белгілі бір адам шығар. И действительно мысалы бір Қазақстаннан сауалнама жасасақ, кім біздің жауларымыз десе бірінші очередь Қытай тұратын сияқты негізі. Негізі видео названиясына келдік. Тайм-код. Жоқ, тұра тұр, бүйтейік, видео названиясын қоямыз ғой. Сол жерде ей сендер ол туралы айтпадыңдар ғой деп отбасында сол туралы тура сол видео названиясында сөзді айтып жіберейін де қандай. Қытай біздің жауымыз деп па? Қытай ертең бізді жаулайды. Ертең ба прям? Анонс ба? Анонс. Қытайға барып келген жігіт айтсын да? негізі Жоқ, сол коронавирус болып басталды тема, сол кезде студенттерді қайтарайық, анау қандай провинция еді? Тоже ұқсайды ғой соған, иә? Жоқ, коронавирус шыққан. ең бірінші шыққан ба? Қайдан басталды еді? Ухань. Ухань қаласындағы студенттер Қазақстанға қайтсын деп жатқан кезде өздері кінәлі, өлсе өлсін сол жақта, неғып Қытайға барады, Қытай біздің ата жауымыз, бір ұстаз айтты, Қытайдан білім алмаңдар, еще мынандай тема оқыдым мен, мынандай комментарийларды қойып оқыдым да. Қытайдан білім алмаңдар, олардың білімі, Еуропаның білімі, олар көшіріп алған деймін, бір вообще мен түсінбедім да. Сосын жазған адам қазір, иә, дұрыс жазайды. Мен комментариімді оқыпты ғой деп. Қытайдың білімі жоқ, анау-мынау, неге Қытайға барасыңдар деп. Негізі, первую очередь сауалнама жүргізсек, қазақтар үшін первый жау сол Қытай сияқты да, негізі. Соны қалай, мысалы, сол жаққа барсам, мен ұстап алып кетсе, бір нәрсе не то айтып қойсам деп, иә? Мен даже анау ЗТБ деген группа бар, сол жақта қандай группа ол, брат? реклама кетеді просто. Мың адам көреді. ЗТБ демесе онда. ТЗБ деген группа бар ғой. Сол кезде опрос болған. Парттама болды. Турция кіммен біз достасуымыз керек, кіммен біз дос болуымыз керек деген опрос болды. США, ақш дейік. ақш, Россия, Түркия, потом Қытай. Осы 4 мемлекеті. Я 4 мемлекетті неседі. Кіммен дос болу керек деген. Ең соңғы орында Қытай. Бірінші Түркия, ақш, Россия, потом ең соңында Қытай. Нұржан жауап бермей тұрып, мен осыны айтып кетейін. Енді бұл жерде первую очередь сол қазақтарды
қинап жатыр деген лагерьдің бізге әсері тиеді мысалы ше, бауырларымыз өлтіріп жатқан жерге қалай барасыңдар деген сияқты. Бұл бір. Екіншіден, Қытайда студенттердің андай миын промывать ететін сияқты маған. Потому что Қытайда оқып келген жігіттер бір жыл оқып келеді да, мә вообще тема деп келеді да. Бір адам бір онша емес деген жоқ қой. Или шынымен действительно Қытай сондай күшті жер ма, или бір жайлап проповедь естіп отырып еді Нұржан. Қытайдың қызын қарасаң, ничего такая деп ше. Негізі не үшін тема дейді? Себебі көзін ашылады. Мысалы, ойлаңызшы, Алматыда сен қай жаққа қыдыра аласың? Даже Алматы Қазақстан ең тема қала. Қай жаққа қыдыра аласың? Шымкент. Мысалы, сен 10 жер айта аласың, там Чарын деген, Бау, там мынандай дейсің, иә. А мен өзім апта сайын 5 күн оқыдым, 2 күн демалыс береді, 2 күн мен сыртқа шығып путешествиеге шығасың, көресің. И мен әшейін өзім провинциям көріп үлгермін, өзім қалам дұрыс көріп үлгермін. Не үшін? Себебі жер көп та, слишком көп. Мен даже 1%-ын көрдім деп айта алмаймын да. Мен Біздің жерлер он бәрі. бір жыл бойы. Өте алуан түрлі. Иә, көп жер да, сен вау деген нәрсе ешқашан қоймайды. Мысалы, Одан кейін түзету енгізе салу керек. Ол Енгізе берсе? ол жаңағы Америкаға да Еуропаға барған бір жылға барған студенттерді ол же керемет екен деп келеді. Десең, ол рас иә. Ол барлық жерде сондай ол. Барып келгендердің барлығы. Өйткені ол біріншіден саяхаттаған үшін сезімге бөленіп кетіп айтуы мүмкін. Одан кейін жаңағы сол елдердің жұмсақ күші әсер етеді да. Яғни біздің Қазақстанда да бар ондай. Шетелден келетін студенттер бар ғой. Оларға біздің студенттерді қинағанда қинамайды. Балын жоғарылақ қойып береді, үй тапсырмасын аз қылып береді. Болмаса бір жерге баратын болса, кураторлары өздері бір студенттерді шақырып, қазақ студенттерді сөйтіп гид ретінде жалдатып қыдыртады деген сияқты. Қытай бар да Қазақстанға келсе, Қазақстан күшті екен деп кетеді дейсің. Ол барлық елде бар жұмсақ күш әсер етеді. Өйткені жұмсақ күштің пайдасы не үшін? Ол өз еліне қайтқан кезде осы елмен байланыстыратын көпір болады да. Егер бір инвестиционный климат жасайтын болса, не болмаса жаңағыдай бір саяси бір мәселелер туындаған кезде, ол жақта осы ел туралы ойды жақсы қалыптастырады да. Ертең Құдай сақтасын, бірақ мысалы Қытай мен Қазақстан соғып жатыр десем, Нұржан, қойсаңдар жігіттер нормально ғой дейді да мысалы. Иә, дұрыс қой? Бұл еще Түркияға қарсы ешнәрсе айтпайды ғой, Қытай алдап қалу. Жаңа жұмсақ күштің жамандығы бар, бізде анау универде мұғалім бар еді. И бізде түркіменде Қазір басқалар айтса бәрін. үністері оқитын еді да. И соған балын көтеріп қоятын, сәл бірдеңе айтсам 5 қоя салады деген сияқты. Ағай не үшін өйтсіз анау деп сұрайды балдар. Ей, олар ар жаққа барған кезде онша емес специалист болып шығады, ал сендер білім керек деген сияқты айта салады. Сөйтіп іштен құртып жатыр десе, мемлекеттер. Қайда тұратын қазақтар бар ғой, сияқты бұрыннан бері тұрып жүргенше. Қанша? Бір миллионнан аса ма қанша? 2 миллионның төңірегінде. Сондай төңіректе көп қой мысалы. Былай қарап тұрсаң. Соларға Қытайда аз ғой дейді шығар олар. 2 миллион ғой деп. олар көбінесе батыста емес па? иә, сол Көбісі иә. Ну, Шыңжаң алды. И соларға соларға қытайлардың отношениясы сәл нашарлау өйткені ондай шустрить етіп, қазақтар кішкене шустрить етіп, не істеп тірлік жасайды екен да. Сондай кішкене отношениялар кішкене Басқа ұлтқа отношения, басқашалау деген бар жерде бар ғой, бізде де бар ғой. жоқ. Қазақтар басқа ешқандай ұлтты жақтырмайды ғой. Именно сол. Мен Қордайдамын ғой. Қордайда дуңғандармен не болды ғой. Осындай тоже көп негізі. Дуңғандарды, иә, ондай ұнатқыздырмаймын негізі ондай темаларды. Турцияға да мен бірақ негізі қазақтарға отношениясы қалай? Особенно сияқты тұратын. Мысалы сен әшейін қонақ болып тұрсың ғой. негізі мен сол Қытайда туған бір жақын досым бар, подругам. Одан сұрайтын да, мысалы қалай екен депші. Мысалы өзім маған ондай проблема ештеңе болмады да. Мысалы дискриминация жағынан я вот сен қазақсыңдар там ондай болмады. Бірақ ол жақта туылғандарға оларға уже андай претензия болады. Мысалы біз ол не сырттан ішке келдік, а олар іштен сыртқа шығамайды уже. Осы нәрсе бар. Енді осы жерде қоймауға болмайды ғой, енді негізі Қытайда лагерлер бар деген бүкіл әлем айтады да, Қытайда жоқ, бізде это школа перевоспитания дейді. Действительно лагерлер бар ма? Қинап жатыр ма біздің отандастарымызды? Қандастарымыз деп қой. Ерлан ба? Иә, негізі лагерлер бар Қытайда. Оны жоққа шығармаймыз. Бірақ біздің түсінуіміз керек нәрсе, біз Қазақстанда басым көпшілік қазақтар мұсылмандарымыз ғой енді. Еуропаның өздерін атеист санаса да, олар ата бабалары христиан болды. Яғни атеистерге моральдық жаңағы заңдылықтар бар ғой, кісі өлтіруге болмайды, болмаса
адамның тәнімен ойнауға болмайды деген сияқты нәрселерді Не ол сагреши христиандардан деген, алды. Енді былай бәрін жинап келетін болсақ, Авраам, Ибрахим алейхиссаламның дінінен шығатындар бар ғой. Бірінші яһудилер болды, еврейлер, иудаизм дінін ұстанатындар, одан кейін христиандар, олар жаңағы еуропалықтар, солтүстік Америка, оңтүстік Америка, сосын мұсылмандар, біз таяу шығыста басым көпшілік орналасқан. Бізде өзіміздің түсінік бар да, моральдық тұрғыдан ше. Мынау лагер, мына жерде адамға мынандай жасап жатыр, оның жеке құқығына кіріп жатыр, оны былай жасап жатыр, былай болмайды деген түсінік бар да. Ал енді Қытай бар да. Олар ешқандай Ибрахим алейхиссалам дініне қатысы жоқ. Оларда жаңағыдай біздің пайғамбарлар сияқты сондай моральдық түсінік қалыптаспағанда, оларда былай жасай береді. Мысалы, адамдар соғысады, Қытай Жапониямен соғысты ғой. Сол кезде соғысқан кезде тұтқынға түскендерде биологиялық эксперименттер жасай берді. Аяқтарына 3 аяқты қосып көрді, құлақтарын 4 қылып көрді. Ол нәрседен бірақ жиіркенген жоқ та. Олар жиренбейді. Өйткені оларда ондай моральдық түсінік жоқ та. Оларға наоборот, мысалы, қазақтар вилкамен тамақ жейді, вау, ужасно дейді. Оларға наоборот басқа нәрсе. Олардың түсініктерінде сондай. Ал олар үшін жаңағы лагер деген ол шынымен де олардың түсінігіне ол воспитать етіп жатыр. Олар адамды қинап жатыр деп ойлап жатқан жоқ. Ол адамдарды осылай еңбек етсін, мемлекеттік жалпы общество қоғамға пайдасы тисін деп соған көмектесіп жатыр деп есептейді. Ал біздің түсінікте ол шынымен лагер жасап жатыр. Адамдардың өзінің дін деген адамның өзінің ішкі анандай ғой, жеке құқығы. Ол кімге сенем десе де, қалай сенем десе де өзі біледі ғой. Сондықтан біз ол жеке құқығына кіріп жатыр деп айтсақ, бізге дұрыс. Ал Қытай үшін олар араласа береді. Олар үшін Қытайсың ба, значит сен общий Қытаймен бірге болуың керексің. Бөлексің ба, онда кет деген сияқты әңгіме да. Бірақ кетірмейді ғой. Бірақ кетірмейді. Басқаша кетіреді. Ол кетірудің басқа пландары бар да. Қытайда бір отбасыда бір бала дегеннен қазір демографиялық проблема туындады. Сондықтан ол өзінің ішіндегі бұрыннан системасына, жүйесіне үйреніп қалған, коммунистік жүйесіне үйреніп қалған адамдарды сыртқа теуіп кетіре алмайды. Кетіргісі келмейді. Оларға сол қазіргі істеп жатқан жұмысшылар қартаяды ғой, орта жасы жоғарылайды ғой, пенсияға шығады, зейнетақы қорына. Енді солардың орнын толтыратын жастар керек. Бірақ орнын толтыратын жастар Қытайдың арасынан шығатындар аз да. Өйткені бір отбасыға бір бала. Ал оларға орын толтыру керек. Сол үшін ол ұйғырларда, мысалы ұйғырларды болсын, қазақтарды болсын, моңғолдарды болсын, жаңағы лагерь перевоспитаниедан Қытайдың сана сезімін сіңіреді бойына, и соларды жұмысшы күші ретінде қолданады. Андай мемлекетші, Қытай мемлекеті кәдімгідей басқа елдің қызы, Қазақстан болсын, Россия болсын, басқа елдің қызы Қытайға үйленсек, бір гражданство, привилегия, квартира деген сияқты нелер бар ма? Ну, относительно бар, потому что именно қыз, бала емес. Балаға жоқ шығар, по-моему, бар ма или оған да бар ма? Соны сұрақ тағы. Вот бала жағын білемін, бірақ қыз жағында бар. Бар екен. Үшеу болса болады да. Негізі Қытайда ұл саны көбірек қой, қыз санынан қарағанда. Сол себебі, по идее, қалай айтсам болады, қыздар аз болғандықтан, мен көріп жүремін ғой. Ауыр қыздар ұлдардың артынан жүгіреді да. Так, жоспар туралы, болашаққа ең қандай жоспар, мысалы Қырғызстанды жаулап алу деген сияқты жоспарлар бар ма? Ол Қытайдың экономикалық экспансиясы болуы мүмкін, бірақ басқа елдердің территориясы оған қажет емес. Оны қайтадан ұйғыр сияқты проблема болып, оны мысалы Қырғызстан жаулап алып, қырғыздарды Қытай қылып, миы ашып жүргенше, лучше сол жердің керек нәрсесін алып жүре берген жақсы оларға. Өзге елдерден жерлерді арендаға алуы да сол себептен. Мұны айналасы алуы деген сияқты. Ол сол жерлерді арендаға алады, өзіне керек тамақтарын өндіріп алады, химикатпен уласа да. Бірақ ол жер керек емес. Ол егер мысалы қарайық, Қырғызстанды жаулап алды деп айтайық та, қарыздары себепті. Ол не істейді? Қырғыздар ертең сепаратизм болады. Одан кейін жаңағы партизандық бір көтерілістер болады. Ол үшін ол жерге инфраструктура жүргізу керек, жол салу керек, лагерлер салу керек, ақша бөлу керек, дотация жасау керек. Оған керек емес, Қытайға бас ауру. Желательно уже сразу главный нені алып кетті. Главный өздерінің стратегиялық маңызды нәрселерін алып қойса, экономикасын жаңағыдай сімірсіз сорса болды, басқасы керек емес. Негізі не туралы айтып кеткен кезде автономия жағы. Негізі жүрген кезде андай сұрақ болатын менде, ну кішкене қорқынышты сұрақ болатын, не үшін деген сұрақ ше, не үшін қасындай. Мен кеткен жылы нендей тема қатты болғанда, мұсылмандарды басып жатыр деген сияқты. Мен сол кезде жүрген кезде сұрақ қойын келген бір ағайға,
тарихшаға етін. Бірақ бір күні қойдым, жалпы жауабы осындай болды, андай обычный жауап болды. Айтатын, олар ол прям андай коммунистік адам да. Ол айтатын, олар енді тәуелсіздік алғысы келді деді, бірақ не үшін біз тәуелсіздік беру деген сұрақ болды ғой да. Себебі ол Қытайдың жері болатын деп сөйтіп айтатын да. Мектепті универлерді біз соқтық деген сияқты. Орыстардың әңгімесі сонда. Шынымен де тәуелсіздік қалаған болар. Ұйғырлар мысалы ұйғыр қазақтар ғой енді. Сол қалаған үшін олар біз не үшін беру керекпіз деген сұрақ болды да. Олардың бір негізі ол жағынан қараған кезде, шынымен ол жағынан қараған Чечня деген сияқты ғой, мысалы Россия үкіметінде Қазақстанды қалай орыстандырғысы келді, солай сияқты Қытайда да мұсылмандарды қытайландыру саясаты жүріп жатыр ғой примерно, иә. Относительно солай аха. Мао Цзедунның кезінде де жүрді. Одан кейін Дэн Сяопиннің кезінде оны тоқтатты. Осы Си Цзиньпиннің кезінде қайтадан бастады. Тура бізде Сталиннің кезінде болды. Сталиннің орнына сондықтан Хрущев жаңа келді. біз сұрақтың басында қайтып келетін болсақ, Қытай жаңағыдай қорқуымыз тиіс па деген сияқты, бұл сұрақтың жауабы белгісіз. Біз жалпы сақ болуымыз керек. Жоқ, біз жаңа Мао Цзедунның кезінде айттық қой, олар жаңағыдай өзге ұлттардың барлығын қырды, жойды, қытайландыруға тырысты, мұсылмандарға құдықтарына жаңағыдай торайлар лақтырып тастады, жаңа құдық ішетін сулары таза халал болмай қойсын деген сияқты жаңа мұсылмандарға қинап шошқа бақтырып қойды. Енді біз өзімізге жақын болған соң мұсылмандардың мысалы айтып жатырмыз да. Мао Цзедун кезінде солай болды да, Дэн Сяопиннің кезінде оларға льгота бергенін көрді. Тибеттерде храмдарды өртеп тастады деген сияқты, иә? Қай елде? Ал қазір сол тибеттерге өздері өте жүрдек пойыз жолдарын салып берді. Содан кейін дотация мен ақшамен көмек беріп жатыр. Олардың студенттері мысалы біз ОБТ-да 140 балл ғой. 140 балл болған кезде біздікімен аналог салыстыратын болсақ, плюс 20 балл қосып береді өзге ұлттарға. Сондай болды да Дэн Сяопиннің кезінде. Енді ол үлкен мемлекет, ол жерде интеллектуалдар жоқ емес, интеллектуалдар өте көп, бірақ сондай шизофренический деп айтамыз ба, бір полярныйдан екінші полярға резко ауысып кетті да. Сондықтан біз қазір Қытай туралы болған өзге мемлекеттер керек емес, жері керек емес деп айтып жатыр ғой. Ол Си Цзиньпин кезінде керек емес болуы мүмкін. Бірақ одан кейінгі келетін председатель қандай шешім қабылдайды, ол да белгісіз. Сондықтан біз сақ болуымыз шарт, бірақ қорқуымыз шарт емес, сақ болуымыз шарт. Дайын жүруіміз керек. Орысша айтады ғой, надеемся на лучшее, готовимся к худшему деп. Сол сияқты болуымыз. Ресейде мысалы Чечнямен соғыс болды, қазір дотация жасап жатыр мысалы, сондай сияқты ғой. Негізі мен көп айтады, интернетте сообществолар көп отырамын ғой, комментарийларында болды Қытаймен вообще саудаласпауымыз керек, Қытайдан ештеңе алмауымыз керек. Қытай мысалы инвестиция құйса, Қытайдың инвестициясы керек жоқ деген сияқты ше. Бізге Турцияның ғана инвестиция керек, Россияның инвестициясы керек деп ше. Негізі мен сондайға келіспеймін, өз ойымша. Типа болды крест қою керек, Қытаймен блокада деген сияқты қою керек. Бірақ менің ойымша андай Россия и Қытаймен араласпай, Турция мен Америкамен ғана араласу керек деген сияқтыға мен келіспеймін да, өйткені пайдасын алып қалу керек қой үшін. Иә, егер өзіңе пайда келіп тұрса, Қазақстанға пайда болса, мысалы Қазақстанға ақша келсе, не жұмыс орны пайда болса ше, былай бейт Қытаймен ара қатынасты бұзу деген. Қытайдың жоспары негізі 1949-дан бастап 2049-ға дейін жасаған жоспарлары бар. Біз мысалы 2030-да Қазақстан барысы деген жоспарымыз болды. Мәңгілік ел деген 2050 деген жаңағы бағдарламаларымыз болды ғой. Олар соны 1949 жылда дайындап қойғаны бар, 100 жылға жасап қойған. Тура біздік сияқты орындалмайтын ба или орындалып қойды олар? Біраз бөлік орындалып қойды. Андай не кедейшілікті жоямыз. Кедейшілікті жоямыз деді, әлемде біріншілікке шығамыз деді. Бойынша екінші орында тұр ғой қазір ше. Мен түсінбеймін, бұл социалистік мемлекет қой, иә, Қытай. Социализм, иә, біздің кеңестің социализммен салыстыруға бола ма, или олардікі бөлек па? Біріншіден, егер социализм мемлекет болатын болса, оларда байлар қаяқтан жүріп жүр, миллионерлер. Шли кедейлер бар, қатты байлар бар деген сияқты. Иә, кедейлер бар. 1985 жылы бізде Горбачевтың сайлануымен сол демократиялыққа көшеміз депті ғой, реформа жасаймыз. КСРО-да ше. КСРО Қытайды лақтырып кетті. КСРО емес, КСРО-ның өзі Горбачевті лақтырып кетті да. Сөйтті де реформа дұрыс жүрмеді, рыночный экономикаға көшеміз деді, бірақ олар олигархтардың басқаруында қалып кетті. Союз олигархтар болды ма? Енді сол чиновниктер уже олигархқа айналды ғой, приватизация жасап ше. Енді бұларда да сондай демократияға көшеміз деген
ой болды негізінде. Дэн Сяопиннің кезінде болса керек, я қателеспесем. Сөйтті де 1989 жылы Тяньаньмэнь деген алаңында студенттерді қырған оқиға бар. Олар студенттер демократияны талап етті. Егер сол Қытайдағы демократияны аңсайтындарды алатын болсақ, олар осы тақырыпты өте қатты жақсы көреді, және біз ностальгия деп айтамыз ғой. Сондай президент те соны қолдаған еді ғой негізі. Кішкене уақыт болсын оларда демократия болды деп. Бірақ бұл жерде Тяньаньмэнь туралы Қытайда ештеңе айтпайды. оларда айтпайды. Интернетте Сыртындағылар айтпайды вообще. Даже мен өшіріп тастайды. андай Вичатта парольға қойған ғой, сондай типа Тяньаньмэнь 1989 деп. Он просто блок етіп тастайды аккаунт. Потому что бәрі контролирует. Енді сол жаңағы тарих қалып тастайды. Тяньаньмэньді қалай болды деген кезде жаңа привилегиясы бар, жаңаға сенуге болады деген Пекин университетінің студенттері шақырады ғой, агитация жасайды қарапайым халықты. Біз демократиялық мемлекет болуымыз керек деп. Бірақ Қытайда жаңа иерархия дегенді қайта-қайта айтып жатыр ғой, тавтология үшін кешірім сұраймын. Енді сол жерде жаңағы Тяньаньмэньде біразын қырғанымен солардың басшылары болған Пекин студенттерін тек қана түрмеге қамап, біраз уақыт кейін босатып жіберді. Олар да сондай, оларға жеңіл қарайды да, чем қарапайым халыққа қарағанда ше. Енді осындай демократиялық реформада осындай проблема болатынын көріп Қытай жоқ, біз өзіміздің коммунизмде қаламыз деп шешті. 1,5 миллиард халыққа демократия болмайтындай сияқты негізі. Өте қиын. КСРО тарап кеткеннен кейін Ресей, Қазақстан біз бәріміз бөлінгенмен бір орталыққа бағынған мемлекет қылатын болып шешті да. Яғни бүкіл бюджеттен, мысалы Ресейде Сібірден өндірілген мұнай газ қорларының ақшасы, болмаса бір Сібірдің Орал тауларынан өндірілген әртүрлі металл комбинаттарының ақшасының барлығы Мәскеуге құйылатын болды. Ал Қытайда олар жартылай автономия берді. Каждый регион өзінің ақшасын өзі басқарады и өзі жаңағыдай инициативамен өздері инновация жасау арқылы жаңа бір кәсіптің түрлерін бастай алады деді. Және кіші майда бизнес бар ғой, бізде кіші бизнес деп айтамыз ғой. Сол кіші бизнестерге еркіндік беріп тастады. Яғни ол мемлекет басқармайды оларды. Сен дүкен ашатын болсаң, яғни өзің ипің болатын болса, өзің өндіре бер де өзің сата бер. Проблема жоқ. Ал егер сен үлкен завод ашатын болсаң, онда белгілі бір акциясын мемлекет басқарады. Сондай еркіншілік берді да, ол вроде бір коммунизм, бірақ капитализмнің элементтерімен бірге да. Сондықтан жаңағы бір орталыққа барлығы Пекинге ағылған жоқ ақша. Шанхайда қалған ақша Шанхайды дамытуға кетті, Гуанчжоуда қалған ақша Гуанчжоуды дамытуға кетті. Чисто логически біз Қытайдан кете алмаймыз. Потому что Көршіміз, көрші ғана емес, біз чисто логически, экономически қарасында біз одан кете алмаймыз. Себебі мынау болсын, не болсын да, там даже киімдер болсын, оның бәрі логически сияқтан келеді да. Любой шетелге. Петличканы мен Еляннан сатып алдым жаңа. 50 теңгеден. Оның мен бір Қытайдан кетіп қалса Түркиядан 10 мыңнан алады. Бірақ ол мен ұсынатын вариант, ол долгосрочный деп айтса болады. Бізге кемінде 70-100 миллионның төңірегінде халық көбею керек. Өзінің ішкі жаңағы рыногы пайда болу керек та, өз тауарымызды өзімізге сата алатындай. Сондай деңгейде жеткен кезде Қытайдан шамалы тәуелсіздік алуға болады. Товарларына болсын, экономикалық жағынан. Импорт азайтып, экспорт кішкене көтерілген. Сосын біз Қытайдан халықтың қорқатынын пайдасы бар негізі дейді да, потому что мысалы Германияда Қытайдан онша қорқпады да, қазір Германияның бүкіл заводтарын бәрін Қытай жаулап алған, ал Қазақстанға лишний раз Қытайда келгісі келмейді дейді да, зачем ол жақта халық бізді жақтырмайды деген сияқты. Негізі андай нәрсе бар ғой. Короткометражка көрдіңіз бе? GOG деген короткометражка көрдіңіз бе? GOG. Иә. Көрдіңіз бе? Коррупция туралы деген кезде ол жақта Қазақстандағы топ 10, әлемдегі топ 10 кіретін заводты Қытайларға сатып жатқаны туралы айтады да. Мысалы там акционерлар орыстар, там қазақтар нелер болады да. Осыдан қазақтар болғандықтан Қазақстан жерінде орналасқан ғой. И соларды Қытайға қалай сатып жатқан процесін көрсетеді да. Мысалы мынанша миллион екен, и ол жақтағы адамдар қарсы шығатқанын көрсетеді да. Мысалы тұрады да, компанияны банкрот қыла салады да, и тұрады да падишокке сатып жібереді. Сондай тактиканы қолданып жасағысы келген. Бірақ сол компанияны, то есть заводты банкрот қыламайды. Не үшін? Себебі процесс жүріп жатыр. Ол жақта адамдар, нелер, бандиттар жіберіп сол жұмыс жасаған адамдарды қират, давай кетіңдер десең, олар кетпейді. Енді бұл жерде тағы бір қызық нәрсені сызып қоя салайық. Қытай тез компромиске келетін халық.
жалпы өзінің менталитетінде сондай. Егер Қытаймен кім бизнес жасап көрген болса түсінеді да, ол қандай условия қойсаң да келісе береді, бірақ өзінің условиясын қоспайды. Мысалы сіз айтасыз, өзбектер сияқты мысалы сен айтасың, мысалы осы жарты литрлік баклажкамен осы мынандай келетін алманың шырынын құйып бер деп айтасың ғой, құйып беремін деп айтады заводы. Сен айтасың бағасын осындай қыл дейді. Ол жарайды, бағасын осындай қыламын, бірақ мына жерін шамалы бүйтіп ойық қылып мынаны өзгертейінші дейді. Иә, онда өзгертсең өзгерт. Бірақ онда сен мынандай қыл десең, жарайды, келсек, онда мына жерінде сәл кішкене қылайықшы дейді. Келсе береді олар. Чтобы егер өздеріне убытка кететін болса да, сені клиент өзіне постоянно қылып алу үшін келіседі. Ертең сен оған сенім білдіргеннен кейін постоянно соған заказ бере бересің. Олар сондайға саудаға жақсы да. Бірақ шлей наглеть ете келмейді андай. Қазір $100 тұрған мысалы там бір затты $20 сындырып жіберемін дейсің да, $20 аламын дейсің. Ол $20 береді, бірақ качествосы қандай болатынын айтпайды да. Береді, сен аласың да, тоқ қалып. Қытайда халық өзін қалай ұстайды? Мысалы бізде қазақтарда бар ғой, ой біз деген негізі Екатерина II айтып кеткен, қазақ кім екенін білсе бәрін айырып тастаймыз деген сияқты, или Кенесарының басын күте тұрыңдар, қазір келе жатыр деп ше, ертең бәрін дамып кетеміз. Қытайда да сөйтіп ойлаймын, бір 5 жыл шыдай тұрыңдаршы, біз бүкіл әлемді жаулап аламыз деген сияқты. Негізі қазіргі жастардан сұраймын ғой. Ну, жастарға екі түр бар, андай шайып кеткендер бар, и бірақ андай біреулер реально андай политикаға грамотный. Сұрайсың там қалай екен дейсің да. Біз мықтымыз деп, прям реально жақсы тәрбиелеген шығар енді үйінде. Біз мықтымыз, қазір біз жақсы дамып жатыр деп. Шынымен осылай сөйлейді сен. Еще ол андай Google переводчикқа жазып қояды да. Мен басынан түсінбедім ғой, ол прям андай деп айтатын адам ғой. Переводчикқа жазып береді. Соны оқып жатырмын да, там реально андай мықты жазылғанда, аттан деп. шынымен патриотически жазылғанда, біз там әлемде прям номер 1 боламыз деген осындай ниетпен жазылғанда, кішкене таңғалып қаласың. Тема? Бай Қазақстанды біле ма Қытайдағылар? Қатты емес. Жоқ қоя, Instagram, Facebook шәнсе кіре алмайды, Googleға да кіре алмайды. Кіре алады, бірақ ол VPN-мен кіресің мына кезде. Иә, оларда платный VPN аласың. Жаман. Пропаганда қалай жұмыс істейді ол жерде? Кірмеңдер, ол андай инопланетяндерлердің тірлігі. Қытай осы қазіргі китайский firewall деп айтылады ғой, жалпы интернеттің кеңшілік аумағында. Сол китайский firewall деген улучшенный системасы бір 10 жылдай болып жасап келе жатқанына, өз-өздерін кемелдендіріп жасап жатқанына. Жалпы олар қандай сырттан келетіндей бір ақпарат көзі болатын болса, соның аналогын жасауға тырысты. Ол бізде мысалы Google-ды қолданамыз, кез келген ақпаратты іздеуде. Оларда Baidu-ды қолданады. Сосын олардың біздегідей сияқты Instagram-ның аналогы бар, YouTube-тың аналогы бар, және сол аналогтарын ғана өз елдерінде қолданады. Ал басқа елден келетін жаңағы әлеуметтік желілер болсын, кез келген интернеттік ақпараттық ресурстар болсын, блоктап тастайды. TikTok-та оларда жоқ қой, негізі оларда басқаша кішкене. Douyin. Бірақ тура TikTok, Иә, негізі осы. Просто ол ByteDance компаниясынікі ғой, бір компаниянікі. Не үшін сұрақ қойған кезде. Негізі Қытайда екі платежный система емес па? Alipay и WeChat. Сол екеуімен ғана қолданады. Бірақ Tencent-тікі ғой. Иә, бәрі Tencent-тікі ғой. Негізі Қытайда сол монополистер солай емес па? Иә, монополистер мемлекет басқаратын монополистер ғой. Енді мынандай нәрсе бар да. Бірақ оларда Instagram мүлдем қолданбай ма деген кезде жоқ. Instagram қолданады, Facebook қолданады, Twitter қолданады, YouTube-ты да көреді. Кімдер қолданады деген кезде оларда жаңа Конфуций философиясы бойынша иерархия бар ғой. Главный адам бәрін басқара біледі, оған бәрі болады деген сияқты. Әкеге барлығы рұқсат, әке баланы да өлтіре алады деген сияқты. Сондай сенімдері бол. Мен ауылымда кіре берші едім, әке болып қалу керек, бала болып қалу керек, Конфуций деп жазылып тұрады. Оны түлкібаста банкада Конфуций сөзін осы сенім бойынша олар интеллектуалдарына сенім білдіреді да. Олардың интеллектуалдары жаңағы мына бауырымыз оқып келген Пекин университетінің студенттері. Нұржан ғой аты. Білем ғой. Бауырымыз. Синхуа университетінің, ақылды бауырым айтпақшы деп. Жаотон университетінің сияқты осындай беделді университеттерінің студенттеріне ашық доступ бар. Олар VPN-сіз кәдімгі кіре береді. VPN-сіз ашық кіре береді. Жоқ, мысалы Қытайда VPN-мен кіреді ғой. Кіріп жатқан кезде андай бір ішінде терезение бола ма? Мен заң бұзып жатырмын, маған билік кірме деп жүр.
шектелемін негізі. мен VPN мен кіріп жатырмын деп. Ну андай Қытайлық патриотизм. жестокий нелер жоқ, бірақ андай иә выговор істеуі мүмкін. Бізге айтқан екен басында, барған кезде айтатын VPN мен егер неге WhatsApp немесе керек болса VPN мен кіресің, бірақ білмеймін андай мен өзім көрмегенмін, просто штраф келетін просто айтқандай Штраф емес, халықтың миында жоқ па мысалы VPN мен Инстаграмға кіріп жатсам, мен қытайлық патриотизмім қайда қалды деп. Мен аны көремін да ойым бұзылып кетеді да, сосын мен не істеймін деп андай Америка. жоқ, менде бір подругам бар еді, сол туралы сөйлесетінбіз. Оның не жоқ, просто олар подруга дегенде Қытай ма? иә Китай ма? иә Қытай Қытай тілін дамыту үшін сол жолында негізі ниетіміз осы болды. Жоқ, негізі сұрайсың ғой? Жоқ, бірақ Қытай қызын ала беруге болады, без проблем. Қытайға қыз бермесек болды десе. Қолданасың, айтасың, нормально ма дейсің? қазір сенің темаңды жалғастырамыз, айта бер. Негізі қолданасың ба, иә қолданамыз дейді, бірақ интерес жоқ. Просто интерес жоқ. Ол Оның несін көрмеймін. Просто ойлаңызшы. ол кругында сол Кругында мысалы 20 адамда Инстаграм жоқ болса, сен өзің жалғыз фотка салып тұрасың, қызық емес та? ол да сол университеттің студенті ме да? Онда түсінікті ғой, жаңағыдан шығып кетпейді ғой. Си Цзиньпиннің билікке келуіне дейін олар өздеріне жау деп тек қана Жапонияны санайтын, себебі олар 1939 мен олар үшін 1933 қой. 33-тен 1945-ке дейін соғыс қылып, біраз Қытайды қырды, бірақ сол үшін кешірім сұраған жоқ. Ол сол үшін жау көретін. Ал енді батыс дегенде біз ақш пен батыс Еуропаны айтамыз, Франция, Германия, Британия деген. Бірақ оларды өздерінен жоғарылау санайтынды, соларға қарап бой түзейтін, соларда не барса біз солармен тең болайық деген сияқты. Сол Си Цзиньпиннің келуімен, Қытайдың экономикалық күш қуатының артуымен енді Жапонияны өзіне тең санамайтын болды. Жапония деген ол ары кетсе 3 бомба дейді. Қота саламыз деді. Ал қазір осы коронавирустың әсерінен Қытайдың эффективтілігі көрініп қалды ғой. Яғни басқа Америкада, Батыс Еуропада, Италияда адамдар көп қырылғанымен Қытайда статистика бойынша 75 мыңның төңірегінде болды, одан асқан жоқ. Яғни пандемия тез тоқтады. Сондықтан өзінің халқының ішінде билікке деген сенімі артып, енді олар батысты өзінен төмен санайтын болды. Коронавирус үшін қытайлар өздерін кінәлі сезіне ма? Біз құрттық әлемде де. Трамп бір штраф жасайын деп жүреді ғой Қытайға. Или наоборот, біз осы коронавирус жайлы халыққа айттық та, соның арқасында олар дайын болды деген сияқты ойлаймын. Жоқ, олар бүкіл әлем дискриминация жасады ғой Қытайға. Сендерден кейін солай жарқына жүрсің. Сөйтті да, одан кейін вирус басқа елдерге тараған кезде, қытайлықтар маска киіп жүрген кезде олар маска тақпады. Еуропалықтар, америкалықтар, оны шыны керек. Қазақтарда болды, бізде ойбай жылқының етін жеген қазақтарға вирус шықпайды деген. Сөйтіп мойындамадық та Қытайдың жасаған жолдарынша, жаңағы олардың көшеге шығармай QR кодпен жүрулерінде мойындамай сөйтіп төмен санап, біз керісінше дискриминация жасағаннан кейін олар ашуланды. Енді ашуланғаннан кейін нәтижесінде біздегілер ауырғандар, жалпы батыс әлемі ауырып, сол жазылып, не болмаса сояққа барған кезде обратный дискриминация жасады олар. Яғни Шанхайға мысалы еуропалық барады, ол еуропалықтың қасына жолмайды, сен кет, сен вирус жұқтырасың деп. Еуропалық көрсе сразу маска. Керісінше болып кетті да. Кінәлі сезіне ма деп айттың ғой. Осы Қытай жаңалықтарды көресің ғой. Жаңалықтарда Қытай Америкаға мынанша мың медикті жіберді, көмектесіп жатыр, медиктер опытпен бөлісіп жатыр деп өз-өзін кішкене бүйтіп жуышайды ма, или сондай сияқты маған. Өздері үшін ақ сияқты олар. Просто Қытайлар первый білді ғой. Біздің ондай қатты кінәміз жоқ деген сияқты. Өзі эффективность жақсырақ болды ғой негізі. Уже первый білді ғой мысалы. Олар басталды да жауап тастады. Біз коронавирус әлі Қазақстан келмей жатқан кезде олар уже емдеп жатты ғой мысалы, адамдарды. Олар білді, содан кейін медиктерді жіберген шығар енді мысалы. Сендерге қарағанда опыты бар деп. Италияда көрдіңдер ма? Мэр өзі далаға шығып өзі үйге кіріңдер деп жүрген видео қойды. Көрдіңдер ма? Индияда көремін мен таяқпен тұратын. Таяқпен тұратын. Просто Қытайда контроль жақсы болған үшін оларды вирус тезірек несе қалды ғой. Талдықорғанда да болды сондай. Әкім шығып алып, бір жігітке қайда барасың, кір деп. Аптекаға десе. Аптека қайда десе, тура аптека тұр ма?
жұмыс ма, бұл жерде аптека жоқ қой, төбесінде дәріхана деп жазылып тұр да. Жаңағы айтқаныма бірдеңе қоса салсам қалай болады? Жаңа өздерінің моральдық түсініктері бар деп айттық қой. Бір кезінде көрген шығармыз видеоларда. Сол видеоларда бір орысша айтқанда жестокость дейді ғой. Сондай жестокое обращение жасайды ғой. Малға болсын, адамдарға болсын, тірідей малдың үстін үйте береді, жаңа газбен. Болмаса адам бүйтіп жерде жатса үстін машинамен басып өтіп кете береді деген сияқты нәрселер бар ғой. Кальмарларды, осьминоктарды тірідей жей береді дегендер бар ғой. Ол жоқ, ол дұрыс қой. Нормально. Солай жеу керек. Оны солай жеу керек. Бірақ адамның үстінен Қытайға барып жаралы адам болса үстін машинамен басып кете беру. Иә, ана мен Қытайда мен группаласым, Қытайдан келген қазақтар, қандасымыз, оралман қандасым. Сол айтатын, көшеде біреуді қақып кетсең, лучше өлтіре салған дұрыс дейді, чем оның лечениясына өмір бақи инвалид болғанша деп ше. Өйткені өмір бақиде ол инвалид болатын болса, сенің мойныңа жүктеледі оның бүкіл тамағы. Иә, асырайсың. Сол үшін ба сол? Қытай жайлы бірнеше мифтерді осы жерден сұрап алайыншы мен сендерден. Сол шын деп отырып қой енді, сен оқып білген бойынша. Мысалы, біреуді жолда қақып кетті ма, до конца өлтіре сал дейді дұрыс. И ана бала туған кезде инвалид болып туса, суға лақтырып тастай салады деген ол тема бар ма сондай? Бұны білмеймін. Негізі бұл кішкене странно екен, негізі мен ондайға сенбеймін, шыны керек ше. Ішіне қатты жаңағы. Жоқ, қазір Японияда ма, Кореяда ма? Жоқ, уже 3-4 айда білесің ғой. Мысалы, бала дамуы дұрыс емес деп алады, аборт жасап тастай салады. Ол да прям аборт бөлек. Иә, ал Қытайда прям туған кезде бізде аборт жасайды. Негізі сол қызық еді, сондай мифтердің бәрі қиналынады. сосын ана нәрестелердің тамағын жейді деген миф бар. Мен бәрін сұрай салайын. Қандай? Нәрестелерді кішкентай баланы ана 3 ай 4 ай болғанда аборт жасап тастағанда соны жейді дейді мысалы. Ондай, вот мен осыны сұрағам, ондай, ну, жоқ демей ақ қойын, бірақ қандай мүмкін деген. Китайский кухня дегенде барлығымыз бір кафе ресторандарға барған кезде бір тапанжи деген сияқты бірдеңелер жазып қояды да. Тапанжи дұғын емес пе? Жоқ, енді восточный китайский кухня дегенге кіргізіп тастап жатқан да оны. Негізінде Қытайда китайский кухня деген түсінік жоқ. Потому что китайский народ деген түсінік жоқ қой негізі, түбіне қарасақ. Оларда регион бар. Сол регионға жаңа климатқа байланысты, сол жақта өмір сүретін жануарлар мен өсімдіктерге байланысты өздерінің асханасы қалыптасқан. Мысалы біз пекинский утка дейміз ғой. Ол пекинский утканы Гуанчжоудағылар жемейді, Шанхайдағылар жемейді, Сычуандағылар жемейді. Оны тек қана Пекин және соның айналасындағы сол климатқа, суық климатқа үйренген адамдар жақсы көріп жейді. Жаңағы мына нәрестені жеу деген мәселе кезінде ақш-тың агенттігі, атын ұмытып тұрмын, Анхой деген провинциясын сол жерде зерттеу жасаған кезде сондай нәрселер шыққан. Адамның, кішкентай баланың етін жеу деген. Бірақ ол сол провинция мен соның айналасындағы климатқа арналған да ол. Және мысалы, сіз Шанхайда болмаса Ханчжоуда жүретін болсаң, саған тамақ ретінде кәдімгі қияр мен сарымсақты қуырып міне тамақ деп әкеп бере салуы мүмкін да. Бізге ол не бұл тамақ емес деп айтасың ғой. Ал анау жаңағы құрт құмырсқа, шегіртке, жарғанат дегендер ол оңтүстік шығыс Қытай. Әлі күнге шейін прям кафеге барып мен жарғанаттың етінен бешбармақ беріңізші десем жасап бере ма? Бешбармақ түсіндіріп бере ма? Егер қымбат ресторанға барсаң, заказбен жасап береді. Андай нелер бар. Шымен бағана айтқандай, провинцияға тамақ бөлінеді негізі. Мен сұрағым ең андай странный қай провинция десем, айтатын бір аты есім жоқ. Ол уақытта тамақ андай бар. Мысықтың басын шауып тастайды да, и жыланның басын шауып тастайды да, мысалы жыланның денесін и мысықтың басын қояды да, типа дракон дейді. И сондай пісіріп береді. Группаласым дракон бар екен десеңіздің? Жасы универ оқып жүргенде 20-да еді ол мысалы. Иә, Қытайда жақындар бар. Иә. Ол мынандай ғой, жаңағы түсінікке де бір моральдық түсініктен тағы да қосып айта салайық. Қытайдың өзіне тән спецификалық түсініктері бар. Мысалы, бүкіл әлемде мысалы атеист деген кім деген кезде не деп айтамыз? Құдайға сенбейтін, не болмаса діндерге қарсы болған адам дейміз да. Бірақ егер қандай да бір статистикаларды қарайтын болсақ, атеизмнен бірінші орынды Қытайда алады да, сан жағынан, басым көпшілік жағынан ше. Бірақ ол жерде өздерінің спецификасы бар да. Бір профессор, сол Цинхуа университетінің докторы, сұраған ғой студенттерден, кім атеист деген, 26 студенттің 22-сі қолын көтерген. Атеист дегенге ше. Енді екінші сұрақты қояды. Кім злой дух дегендерге сенеді деген ғой. Бәрі 26-да қолын көтереді. Қалай ол? Ол егер сен атеист болсаң злой духқа қалай сенесің деген әңгіме ғой. Түсіндің ба?
оларда олар біздің духовность дегендерге сенеді ғой негізі. иә, олар өздері злой біздің әруақтар, мысалы мен атеистпін, бірақ әруаққа сенемін деген сияқты болып тұр ғой примерно, иә. оларда сондай түсінік бар. Ол кішкене агностикқа жақын емес па негізі? Оған сену, иә, бірақ атеизммен бірге кірмеу керек та, ол қабыспау керек. атеист полностью любой нәрсені представить ететін адам ғой. Ол суеверие деген наным сенімге де сенбейтін адам да, негізі атеист деген сондай болуы тиіс. Бірақ олардың түсінігінде атеизм деген жаңағы главное Құдай жоқ, бірақ басқа нәрсенің бәріне сене береді. Күн былай шықса былай болады, үйдің ішінде орындық былай тұрса, значит сен бүгін жолың болмай қалуы мүмкін деген сияқты сол нәрсенің бәріне сене береді, бірақ өздерін атеист санайды. В общем, мен түсінгенім бойынша өзім сұрағымның жауабын былай түсініп отырмын да, мысалы бар ғой андай нәрестенің несіне дейді да, сідік дегенді айта алмай отырмын ғой, нәрестенің сідігіне жұмыртқаны пісіріп жейді дейді да, мысалы ше, или андай жаңағы темалар нәрестенің өзін жейді деген сияқты. Олар бар, бірақ бүкіл Қытайда емес, иә. Где-то может быть бір ауылда деген сияқты. Кейбір провинциялар өздері бөлінеді ғой, мысалы кухня жайлы. Кейбіреулер жасайды, кейбіреулер жасамайды деген сияқты. Жаңа мен сұрағым тағы да бір жауап. Сондай тамақтарды кезінде мысалы бұрында бастаған ғой негізі. Сол кезде қарын аш болғаннан кейін сондай жеген бе, или андай енді оправдание емес, оны оправдать етіп тұрған жоқпын. Қарын аш болған жегді оправдать етіп тұрған, бірақ или просто мазохист дейді ғой андай. Сондай жегісі. Кейбір тамақтар солай қалыптасып, сол үйренісіп, одан кейін өзгертілмеген болуы да мүмкін. Басында сол қарын аштан мысалы да. Иә, сондай болған болуы мүмкін. Мысалы бізде қазақтарда ішек қарынды жейміз ғой, мысалы ше. Қазір ол жоқын жейміз да, Еуропаға дикий. Бірақ оның кезінде біз еріккеннен жеген жоқпыз ғой. Қытайлар жемейді. Қытайларға да ат жемейді. Мысалы ат жемейді. жылқы етін жемейді. Маразматик деген сияқты өздерінің кухняларында қызық нәрселер бар. Осы жақында Сямынь ба, Фуджоума деген сол екі қаланың біреуіндегі портында конфискация жасап алды. 7200 африкалық ер адамның мүшесін. Сөйтсе ол егер қара рынок бар ғой, черный рынокта, ода әрқайсысы $160,000 тұрады екен ол. Тұра африкалықтардікі $160,000, азиаттардікі арзанырақ болған. Жоқ. Жалпы сол егер органдарға сатылады, органды сату деген бар ғой, сол бойынша 7200-ін тәркілеп алған да. Жақында шықты ғой, иә. Документтер. Басынан айтшы, кім тәркілеп алды? Кімнен? Қытай. Осы Қытайдың портында Қытай үкіметі 7200-ге жуық африкалық қара нәсілді азаматтардың мүшесін тәркілеп алды да. Ол егер Жоқ, тұра тұр, мүшесін бөлек тәркілеп алды ма, мүшесін бөлек или адаммен? Жоқ, мүшесін бөлек кәдімгі уже кесіліп дайындап әкелінген. Соның негізі черный рынокта ол органдарға Черный рынок, потому что Африкадан келіп тұр ғой. Жоқ, черный рынок деген біз ол официально сатылмайды, ресми сатылмайды. Даркнет қой? Иә. Сол бойынша ол әрқайсысы $160,000 бағаланады да. Егер 7200-ді жаңағы $160,000 көбейтетін болса, біздікі арзанырақ бағаланатын шығар африкалықтарға қарағанда. Миллиондаған, миллиардтаған долларларға барып қалады. Соны не үшін жейтін да? Жеймасаң? Олар мысалы біз бір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының предписаниясын, протоколдарын мойындаймыз ғой Қазақстан. Біз КСРО-дан қалды ғой, бізге ол мұра болып. Мойындау керексің деген ба? Біз парацетамол ішсек басымыз ауырғаны қояды деген сияқты түсініктер қалыптасқан да. Ал Қытайда олар ол біріккен ұлттар ұйымының жаңағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қойған протоколдарын мойындамайды. Олардың өздерінің медицинасы бар, шығыс медицинасы, Қытай медицинасы. Олар жаңа инемен емдейді, өздері бақа-шаяндарды кептіріп, жаңағыдай қайнатып, соларды ішеді, әртүрлі шөптермен араластырып. Ондай бізде де бар, қойдың құлағын жесең құлағын дұрыс естиді деген ше. Сол сияқты жаңағы мүшелерді де сөйтіп қайнатып ішуі мүмкін, медициналық мақсатта. Ол бір анандай деликатес. 5 минутта бітірмейміз ғой бұндай жақта талай сұрақтар бар. Екінші бөлімге қалдырамыз дейміз ғой. Екінші бөлімге қалдырамыз ба? Қытайда қол шауып тастайды деген шын ба? Қол шауып тастайды. Қол шауып тастайды деген. Ондай бұрында бар етін. Бұрында болуы мүмкін. Бұрында бар етін. Тек қана өлім жазасын кесе салады болды. Өлім жазасы. Бірақ өлім жазасы бар ма? Сосын анау ненің оқтың ақшасын чекпен салып жібереді дейді ғой. Не, туысқандарына ма? Екінші выпуска. Сосын сіздер де сұрақ қойсаңыздар, как раз сол сұрақтың ішінен тауып тақырыпты қозғаймыз, как раз бізде екі китайолог, үшіншісі өзіміз болып шығайын деп тұрмыз ғой, иә. Келесі біреудің подкастына барып жүрдім ба Қытай туралы бәрі біле. Сосын бізде енді кімнің Нұржанмен танысып жатырмыз ғой, жаңағы Қытайда оқып келгенде. Қазір не істейсің Нұржан, негізі немен айналысың? Дәл қазір білім саласында басында мұғалім болып бастағам математикадан. Қазір сол Қытай тілін үйретемін десе. Жоқ, project manager болдым, управляющий. Қазір директор ретінде.
мен әртүрлі компанияларда жұмыс істеймін, косметикалық компаниясында жұмыс істедім, сөйтіп. Бірақ өзім білімге келдім. Негізі жалпы өзім миссиямды, икигайымды білімге келдім. Не ол икигай? Икигай деген не ғой? Саған ұнайтын зат, сен жасай алатын зат. Ақшаға көп әкелетін и әлемге, адамдарға пайда ең көп әкелетін. Соның бәрін бір сөз өзше икигай дейді. Японский не ғой? Бұрында бізде әндер бар еді ғой, икигай. Сол үшін білім саласында жүргеннен кейін қазір ұбт-ға дайындайтын K2Life бар. Тек 11-ші сыныптарға арналған және математикалық мектебім бар. Ол Lufix деген мектеп. Сол жақта балаларды олимпиадаға немесе андай интеллектуалдық мектептерге НИШ, КТЛ болсын, РФМШ болсын, соларға дайындық жасаймыз. Ссылка в описании. Инстаграмдарына қосылып кірсеңдер болады. Ерлан, сенде Инстаграм бар ма? Менде Телеграм канал бар. Қандай? Сен Телеграм каналың бар ма? Телеграм каналда нелер бар? Научный статья деген нәрселер көп па? Жоқ, мен жалпы өзімнің осы аналитикалық сараптамаларымды жазып отырамын. Аты қандай? Аты диванның аналитика. Астында жазылып тұрады. Болды, Ұзыға жасалып. біздің төртеуміз по-любому біреу до конца көрген адам, мен жақындырақ танысын. Мен де өз каналымды реклама етіп қояйын. Бірақ бәрі таниды ғой, керек жоқ қой. Бәрі жақындырақ танысқым келеді дейтін болсаңдар, Ерланның Телеграм каналы, Нұржанның Инстаграм аккаунты, сол жақта. Неге K2Life, неге K2Life емес? K2Life деген ол КТЛ деген мағынаны білдіреді. Лицей Лицей алып жоқ, неге K, ключ деген K емес па? K2Life деген ключ к жизни деген сөз ғой. Білім. Ағылшынша білесің ғой? Ключ K емес па? Жоқ, K. Ки деп оқиды ғой. Бізде сөйтіп оқыған. Бізде де сөйтіп оқыды. Бітпей кеттік. Екінші, үшінші, төртінші шығарылымдар болатын сияқты. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Әлімжан Асқар арнасы, Әлімжан Асқар, Бексұлтан Кеулімбосов, Ерлан, Нұржан, сендерге қонақ болып келгендеріне көп рахмет. Тағы да осындай шығарылымдарда көреміз, күтеміз деп ойлаймыз. Сонымен бітті. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сен КТЛ-да оқысаңшы, бір тақырыпты КТЛ-да арнасы. K2Life. Ауыстырасың бұл. K2Life. Ағылшынша үйренбей қойды, да бар есінде. Математика. Математиканы жақсы үйрететін